Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін ерекше қыш құмыралармен пеште пісіретін тағам түрін ұсынатын боламын. Әуелі қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, пиязды қуырып аламыз. Пияз дайын болған соң, басқа ыдысқа салып аламыз. Әрі қарай кезекпен сарымсақты, пекин капустасын, одан кейін кезегіменен баклажанды, картопты, содан соң сәбізді қуырып аламыз. Ең соңынан етті салып, сөлі тартылғанша қуырамыз. Әрі қарай қыш құмыраны алып, дайындап алған заттарымызды ретімен бір-бірлеп саламыз. Әуелі етті қыш құмыраларға салып аламыз. Содан соң сәбізді, картопты, баклажанды, пекин капустасын, пиязды, сарымсақты салып, үстінен ет қайнаған сорпаны бір-бір ожаудан қосамыз. Лавр жапырағын салып, қалауымызша тұз сеуіп, қара бұрыш қосамыз. Қыш құмыраларымыздың қақпағын жауып, пеште 200 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Дайын тағамды құмырада немесе тәрелкелерге салып жеуге болады. Міне, достар, өте керемет, дәмді тағам дайын болды. Жасап көріңіздер. Көбісі тамсанып тұрып жейтін тағамның бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.